Сәлем баршаңызға, көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз оп-оңай болып дайындалатын шоколадты пирогты сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен какао ұнтағы, содан соң қант, содан соң сұйық май және сүт, содан соң жұмыртқа және ұн, содан соң қопсытқыш керек болады. Ендеше пирогымызды жасауға кірісейік. Ыдысымызға жұмыртқаны саламыз, оның үстіне қантты саламыз, содан соң үстіне сүтті, сосын сұйық майды құйып, барлығын миксердің көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Егер де сіз менің каналыма алғаш рет келіп отырсаңыз, қош келдіңіз дегім келеді. Менің каналымнан осыған ұқсас оп-оңай дайындалатын әрі бір жасағаннан шығатын рецепттерді табуға болады. Сол себепті міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Міне біздің сұйық массамыз осымен дайын. Енді құрғақ ингредиенттерге көшейік. Ол үшін ұнның үстіне қопсытқышты және какао ұнтағын салып, барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Егер де жасаған пирогыңыз, бисквитіңіз өте биік болсын десеңіз, міндетті түрде електен құрғақ ингредиенттерді өткізіп саламыз. Сол кезде біздің пирогымыз, бисквитіміз күшті болып көтерілетін болады. Құрғақ ингредиенттерді және міндетті түрде 2 немесе 3 бөлікке бөліп, жақсылап тұрып миксерлейміз. Міне осымен біздің шоколадты қамырымыз дайын. Міндетті түрде осындай сұйық әрі ешқандай түйіртексіз болуы керек. Пирогымызды 24 диаметрлі формада пісіретін боламыз. Егер де сіздерде 24 диаметрлі форма табылмаса, 22 диаметрлікте де пісірсеңіздер болады. Пирогымызды міндетті түрде 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне пирогымыз біздің пісіп шықты және де толық суығаннан соң осылай тесікшелер жасайтын боламыз. Қазір біз өйткені пирогымызды ылғалдандыруымыз керек, сол үшін міндетті түрде осындай көп тесіктер жасап шығамыз. Шамамен 50 мг суға 1 ас қасық немесе 1,5 ас қасық қант немесе қант ұнтағын салып, жақсылап тұрып оны ерітіп, содан соң осылай пирогтың бетіне құйып, пирогымызды ылғалдандырып аламыз. Судың орнына сүтті де қолдансаңыздар болады. Енді пирогымызды өзіміздің қалауымызша сәндесек болады. Мен бұл жерде қаймақты кремді қолдандым. Пирогты өздеріңіз қалай ұнатасыздар, солай әсемдесеңіздер де болады. Пирогтарыңызды егер де 22 диаметрде пісірсеңіздер, ол биік болып шықса, ортасын бөліп, торт қылып жіберсеңіздер де болады. Барлығы өз идеяларыңызға байланысты. Міне осымен біздің пирогымыз күшті болып шығады. Кесілгенін қараңыздар, өте жұмсақ болып кесілді. Егер де сіздердің пирогтарыңыз дұрыс көтерілмей, ортасы піспей қалатын болса, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Осындай үлпілдек, үлбіреп тұратын күшті пирогты алатын боласыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Раушан, барлықтарыңызға сәттілік тіледім.